YouTube баланста мажор. Достар, бүгінгі видеода біз машина взломать ететін жұмыс істеп, одан қанша ақша табатынымызды көретін боламыз. Ал онда кет. Достар, егер сіздер телефон бойынша ең мықты ойын білмесеңіздер, мен сіздерге Playgrash'аны ұсынамын. Playgrash телефон бойынша ең күшті ойын, және оны менің осы видеоның астында описаниядан скачать ете аласыздар. Және менің Chili серверіме кіріп ойнаңыздар. Go-to. Короче, кеттік. Ал қазір ана жақта тұрған Артем деп тұрған NPC, содан қазір задание алатын боламыз. Взять задание 3 минут 47 секунд дейді. Мен жаңа ғана задание орындап келдім, сондықтан маған уақыт берді, содан кейін задание орындаймыз. Короче, кетті. 5 минут 3 минут өтті. Алдық. Жоқ, 12 секунд бар екен әлі бізде. Қазір кішкене жүре тұрақ өстіп, қазір барамыз қайттан. Қазір задание. О бізге 1490 секунд берді. Картадан қарайық. Бұл жұмыстың несі? Картада осындай қызыл, сары, сондай түсті көк зона тұрады, 4 бұрышты. Содан, короче, машина тауып взломать етіп әкелуің керексің. Қазір скутер алатын боламыз. Жұмыста скутер бермейді екен бізде. Қазір мен наяқтан онда басқа скутер аламын. Кеттік. Ал наяқтан қазір арендованный скутер тауып алайық. Менікін албасам болмайды. Транспорт сократить. Ұрып құлатып албасам болмайды. Міне скутер тұр екен. Кеттік. Ал қазір шығамдан арзамасқа қарап барамын. Сіздер бұл жерде под музыка скороспен көріңіздер. Go-to. Короче, міне мен Audi Q7 деген джип Audi'ді тауып алдым. Қазір бұны взломать ететін боламыз. Міне, короче, машинаны взломать еттік. Енді Южныйға қазір баратын боламыз. Двигательді қосамыз. Бізде 1190 секунд бар. Ал онда тағы да под музыка көріңіздер. Міне, короче, біз келдік. Бізде 1000 секунд қалған кезде біз келдік. Қазір қанша ақша беретін көретін боламыз. Кеттік. Міне, короче, біз келдік. Машинадан түсеміз. Қазір жаңа Артем деген орысқа барамыз да, қанша ақша беретін көретін боламыз. 9530 рубль берді. Достар, бізде осылай видеомыз аяқталды. Егер осы видеоңыз лайк басып, арнаға тіркеліп, комментарий жазып отырамыз. Ал онда давайте.